Қайырлы күн достар, сіздермен Үнжу Есенжанова. Бүгін біздер конфет тәріздес сосиски в тесте жасайтын боламыз. Ол үшін 1 стақан суға 1 жұмыртқа саламыз. Тұз саламыз татымына қарай. Және 1 ас қасықтай майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осыдан қамыр басатын боламыз. Жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын қамыр басамыз. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді осыны 15 минутқа тынықтыруға қоямыз. Міне, дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Және де жақсылап илейтін боламыз. Міне, осындай қылып илейміз, осындай қалыңдықта. Енді арнайы формочка болса, сонымен істеуге, болмаса осылай кесемен дөңгелетіп алсаңыздар болады. Міне, осылай формасын жасап аламыз. Міне, енді конфет тәріздес етіп осылай ораймыз. Барлығын солай жасап шығамыз. Бұл бізде сосиски, детский сосиски деген болады. Обычный сосиски алып, осылай ортасынан бөлсеңіздер де болады. Міне, осылай доскамызға салып аламыз. Және пісіріпті бастаймыз. Қатты қызып тұрған майға пісіру керек. Егер майларыңыз қатты қызбай тұрса, бұна қамырларыңыз ашылып кетеді, сондықтан міндетті түрде қатты қыздырып алыңыздар. Екі жағын осылай пісіріп аламыз. Бауырсақ қуырған сияқты өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қалған тестадан осылай чебурек жасап тастадым. Және де достар, біздің магазинге тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазіргі уақытта керемет конкурс болып жатыр. Сонымен қатар бағалары өте тиімді, качествосы жоғары киімдер бізден таба аласыздар. Нурин Уральскқа міндетті түрде тіркеліңіздер, біз сіздерді сол жақта күтетін боламыз.